Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздерге қол жетімді жемістер мен көкөністердің жеңіл салаты, өте дәмді және хош иісті ғана емес, сонымен қатар пайдалы алма қосылған қызылша салатының рецептін ұсынамын. Алманы сыртқы қабатынан қыршып, тазартып аламыз да ұсақтап, төрт бұрышты тәрізде турап аламыз. Мандаринді қабығынан тазартып, сабақтарын алып, оны да төрт бұрышты тәрізде тураймыз. Піскен қызылшаны да төрт бұрышты тәрізде тураймыз. Алма, мандарин, қызылша барлығын бір ыдысқа салып, үстіне жуылған мейізді және консервіленген жүгеріні қосамыз. Және де олардың барлығын 3 ас қасық майонезбенен араластырамыз. Дәрумендерге бай, өте пайдалы салатымыз дайын болды. Көктем мезгілінде осындай салаттарды көбірек жеп тұруымыз керек. Видео сіздерге ұнаса, лайк басып, каналыма тіркеліп, пікір жазуды ұмытпаңыздар. Ас болсын, сау болыңыздар. Келесі кездескенше.